Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оп-оңай жасалатын, әрі өте дәмді, әсіресе балалар сүйіп жейтін бананды маффиналарды бірге дайындайтын боламыз. Каналымнан алыстамаңыздар. Бізге басты керек заттар ол әрине банан, шекер, күнбағыс майы, қамыр қопсытқыш, бір жұмыртқа және електен өткізілген ұн керек. Ең бірінші кезекте екі бананымызды видеода көрсетілгендей етіп, шаңышқының көмегімен жақсылап майдалап аламыз. Қамырымызды жасайтын ыдысымызға банан езбемізді, шекерімізді, бір жұмыртқамызды және де күнбағыс майын қосып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді осы массамыздың үстінен електен өткізілген ұнымызбен қамыр қопсытқышымызды қосып, қамырымызды жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің маффиніміздің қамыры осындай қоюлау болып шығады. Енді өзіміздің ыңғайлығымыз үшін қамырды кондитерлік мешокқа салып алсақ болады. Маффиналарымызды кекс пісіретін кез келген формаға жасай берсеңіз болады. Мендегі темір формаға міндетті түрде қағаз капсула салу қажет. Егер силиконды форма болса, қағаз міндетті емес. Енді қамырымызды видеода көрсетілгендей капсулаларымызға аса толтырмай құйып шығамыз. Барлық капсуламызды толтырып, 180 градус қызып тұрған пеште 18-20 минутта пісіріп аламыз. Піскен-піспегендігін міндетті түрде ағаш шпажкамен тексеріп көріңіздер. Енді маффиналарымызды толықтай суытамыз. Біздің маффиналарымыз осымен дайын болды. Өте оңай, әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.